Сәлем қыз-келіншектер, қалайсыздар? Мен сіздерге жаздың күні беттеріңізді 100% ағартатын маскамен бөліскім келіп отыр. Қазір сіздерге көрсете кетейін. Осындай әдісімізді аламыз, таза әдісімізді. Және бұл не десеңіздер, міне қияр. Қиярды ұсақтап турап, бізге осының суы қажет болады. Міне бұндай суын аламыз. Кішкентай ғана бізге жетеді. Сосын мен жаңа маска жасағанда жұмыртқаның сарысы қалған болатын. Міне жұмыртқаның сарысын алып, тек жұмыртқаның сарысын алып, міне саламыз. Міне жұмыртқаның сарысын салдық. Өзінің құрамында ешқандай қоспасы қосылмаған осындай қою болады. Сол үшін міндетті түрде қою осындай жаңағы натуральный балды пайдаланғандарыңыз дұрыс. Міне бізге осы кішкентай чайный ложка бізге бал жетеді. Бізге күріштің ұны қажет болады. Міне салдық. Енді жақсылап біз бұны араластырамыз. Міне. Ұмытпаңыздар, қиярдың суы, жұмыртқаның сарысы және осындай біздің балымыз бар, мед, яғни айтқанда жаңағы натуральный мед, ал сосын бізге күріштің ұны бар. Өзіңіздің демалатын уақытыңызда бетіңізге 15-20 минутқа ғана қоятын боласыздар. Ал міне оқырмандар, сіздерге жағып көрсеттім. Барлық көзіңіздің айналасына дейін жағасыздар. Кейін 20 минут, 15 минутқа бетімізде қойып қоямыз. Одан кейін бетіңіз қатқаннан кейін міндетті түрде жуып жатасыздар. Ал баршаларыңыз сәттілік осы масканы бетті ағарту және жылтырату мақсатында жасалады. Сол үшін сіздер міндетті түрде ұмытпай беттеріңізді ағартқыларыңыз келсе, осы масканы жасаңыздар. Күнделікті үй күтіміне, үйдің бет күтіміне арналған маска. Ал баршаларыңызға сәттілік, сіздер де сұлудай, керемет, сұлу ханшайымдай болып жүріңіздер. Баршаларыңызға сәттілік.